Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ұйғыр самсасының рецептісімен бөлісетін боламын. Көріп отырғандарыңыздай песочный болып шығады, слоеный песочный, яғни қатпарлы майлы қамырдан жасалынады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Идеальный шығатын рецепті мен көп іздедім, сондықтан өзімнен бір жасағаннан шыққан рецептпен бөлісетін боламын. Жұмыртқаның 2 сарыуызына бір толықтай жұмыртқаны қосамыз. 1 шай қасық тұз және дүкеннен алынған 15% қаймақты қолданатын боламыз. 15% болғаны дұрыс сияқты, себебі 20-25%-лықтар өте майлы болып кететіндей болып көрінді маған. Сол себепті де 15%-лық президент қаймағын пайдаландым. Немесе басқа да қаймақтар қолдана беруге болады 15%-лық. Енді 50 грамм салқын су құямыз. Жақсылап араластырып, бір шетке осы смесімізді қойып қоямыз. Алдын ала електен өткізілген ұнның бетіне тоңазытқыштан шыққан сары майды саламыз. Сары майдың менде майлылығы 72,5% майлылық, жайлау майы. Егер де майларыңыз қатты тұрған болса, күштен өткізіп бетіне салуға да болады. Менде қатты тұрмағаннан кейін бірденен осылай араластыра бердім. Ұнмен осылай крошка жасаймыз. Ұн мен майды осылай араластырып алғаннан кейін ортасынан кішкене шұңқыр жасаймыз. Осы ортасына жаңағы смесімізді барлығын толықтай құямыз. Толықтай араластырып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Ұн менде 500 грамм ғана кетті. Одан артық ұн қосып мүлде қажеті жоқ. Осындай жұмсақ, өте әдемі қамыр шығады, қолға қатты жабыспайды. Салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Мен тоң майды пайдаландым. Ортасына жаққанға 75 грамм тоң май, 75 грамм сары май. Егер де сіздерде тоң май болмаса, тек қана сары майды қолдана берулеріңізге болады. Осы кезде майды жай отта ертіп қойдым. Қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуін қалдырып, екіншісін қайтадан салафанға салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Себебі құрамында сары май болғандықтан қамыр тез ергіш болып келеді. Ұн себе отырып, дәл еттің қамырындай қалыңдықта жұқалап жайып алатын боламыз. Дәл видеодағыдай қамырдың барлық шетіне ұнды сеуіп, бүктеп қоятын боламыз бір шетке. Дәл солай екінші қамырды да еттің қамырының қалыңдығында етіп, жұқа етіп, жақсылап жайып аламыз. Жұқалап жайып болғаннан кейін бұл қамырдың бетіне енді май жағамыз. Бір келкетіп, осылай. 150 грамм майымыз 2 тестаға да жақсы жетеді. Осындай жұқалықта жақсылап жағып шығамыз. Енді осы қамырдың бетіне жаңағы жайылып қойған қамырды төсеп шығамыз. Енді осы қамырдың бетінен де қалған майды толықтай жағып шығамыз. Барлық шетіне май тиюі тиіс.
Екі қамырды біріктіріп, шетінен бастап, осылай домалақтап орайтын боламыз. Ішінде ауа қалып кетпесін, тығыздап ораңыздар. Қамырдың үстінен кішкене осылай басқан дұрыс, ауасын шығару үшін. 3 сағатқа немесе 1 түнге тоңазытқышқа салып қоюға болады. Егер де асығып тұрсаңыздар, 3 сағаттың өзі жеткілікті. Салафанға салып сылауды ұмытпаңыздар. Мен фаршты алдын ала дайындап, мұздатқышқа салып қойған болатынмын. Ішінде сиыр етінен жасалынған фарш, және де пияз, және де дәмдеуіштер. Дәмдеуіштеріне қара бұрыш пен тұз ғана. Егер де сіздерге зира, кориандр қосқыларыңыз келсе, дәміне қарай қоса берулеріңізге болады. Қанша мөлшерде тартылған етіңіз болса, сондай мөлшерде пияз қоссаңыз, самсаңыз өте дәмді болып шығады. Менде 40 минуттай уақыт өтті. Қамырды мен 2-ге бөліп, қолданатын бөлігімді ғана алып қалдым. Қалғанын қайтадан мұздатқышқа немесе тоңазытқышқа салып қою керек, себебі ішіндегі майы тез еріп кететін болады. Осы жарты қамырды 36-37 граммнан 16 бөлікке бөліп шықтым. Егер де таразыларыңыз болса, таразды қолданған дұрыс. Жоқ болса, бұл міндетті емес, көз өлшемімен де кесе беруге болады. Қамырды бөліп болғаннан кейін бірденнен домалақ етіп осылай қойып қоямыз. Себебі майы тез ериді. Одан кейін жайғанға да ыңғайлы, бірденен жайып бастап кете бересіздер. Оны себе отырып жақсылап жайып аламыз. Ортасын қатты баспаңыздар, шетін жақсылап жаю керек. Ұнды да көп себудің қажеті жоқ, себебі жабыспай қалуы мүмкін. Жеткілікті мөлшерде фаршымызды салып алып, бірінші шетін бортиктерін қысып-қысып, жақсылап жабыстырып аламыз. Енді түйуді бастаймыз. Шетінен осылай бір-біріне жабыстыра отырып түйетін боламыз, өретін боламыз, яғни. Ең соңғысын осылай астына қарай түйіп жіберетін боламыз. Міне. Қалай түйу керектігін тағы да бір-екеуін көрсетемін. Бірденен түйілген самсаларыңызды пергамент бумагасын противенге төсеп, қасала беріңіздер бірденен. Егер де пергамент бумагасы болмаса, бұл міндетті емес. Осылай шетін жақсылап жабыстырып аламыз. Міне осылай түйеміз. Түйу негізі оп-оңай. Бір жұмыртқаның сары уызын ғана осылай бір келкетіп бетіне жағып шығамыз. Осы кезде пештеріңізді 180 градуста қыздырып қойыңыздар.
кунжут пен макты араластырып осылай бетіне әдемілік үшін сеуіп шықтым. Өте әдемі көрінеді. Екеуін біреуін де сепсеңіздер болады негізінде. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Міне менде тура 25 минуттың ішінде пісіп шықты. Міне дәл өзімнің ойымдағыдай өте әдемі болып шықты. Қытырлақ, өте әдемі. Егер де сіздер қалыңдау болған қаласаңыздар, тек қана қамырды кішкене қалыңдау етіп жайсаңыздар болғаны. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз, және де подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.